Шылау. Шылаулар сөз бен сөздің немесе сөйлем мен сөйлемнің араларын байланыстыру, құрастыру үшін қолданылатын, өздері тіркескен сөздердің ұғымдарына әрқилы реңктер үстеп, оларға ортақтасып, тұлға жағынан тиянақталған, лексика-грамматикалық мағынасы бар сөздер, немесе тілімізде толық лексикасы мағынасы жоқ, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырып, немесе сөзге қосымша мән іздеп тұратын көмекші сөздер. Шылаудың басқа сөз таптарынан айырмашылығы. Бірінші, шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды. Екінші, сөйлем ішінде шылаулар сөйлем мүшесі бола алмайды. Үшіншіден, шылаулар сөз бен сөзді, не сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша мән іздейді. Төртінші, шылаулар түрленбейді. Грамматикалық сипаттарына қарай шылаулар ішінара үш жікке бөлінеді. Олар септеуліктер, жалғаулықтар және демеуліктер. Бұларды шылаудың мағыналық түрлері деп те атайды. Септеулік шылаулар белгілі бір септік жалғаулы сөздерді меңгеріп, оларға бағыттық, мақсаттық, мезгілдік, үдету, ұқсату, қайталау сияқты грамматикалық мағыналар үстеп тұрады. Мысалы, ол қалаға оқу үшін келді. Шылау үшін ауылға қарай аяңдады. Шылау қарай. Ондай септік қатынастар мыналар. Атау септігіне қатысты. Арқылы, жайында, үшін, туралы, сайын, тәрізді сияқты. Мысалы, көпір арқылы өтті. Шығарма жайында айтты. Бар септігіне қатысты дейін, шейін, таман, қарай, салым, жуық, тарта. Мектепке дейін, күзге салым, жүзге жуық. Шығыс септігіне қатысты кейін, соң, гөрі, бері, бұрын, әрі. Үйден кейін, қыстан бері. Көмектес септігіне қатысты қатар, қабат, бірге, қоса. Тосынмен бірге. Жалғаулықтар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді салаластыра, тең дәрежеде байланыстырады. Жалғаулықтар өзара тең бірыңғай сөздерінің, бірыңғай сөз тіркестерінің және бірыңғай сөйлемдердің араларындағы әрқилы қатынастарды білдіреді. Жалғаулықтардың мағыналық қатынастары мыналар. Бірінші, ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Мен, бен, пен, бенен, пенен, да, де, те және ары. Мысалы, Асан мен Үсен. Кітап пен дәптер. Екінші, қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе, әйткенмен, сонда да. Биыл қар жұқа болды, бірақ күн өте суық болды. Талғаулықты қатынасты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтар. Әлде, біресе, бірде, не, немесе, я, яки, болмаса, кейде. Бірде қар жауып мазаны алады, бірде күн ашылады. Себеп салдарлы қатынасты білдіретін жалғаулықтар. Себебі, өйткені, сондықтан. Біз мектепке таңертең келдік. Себебі, мектебімізде үлкен жиын болады. Демеулік шылау. Демеулік шылаулар сөзге немесе сөйлемге күшейту, тежеу, шектеу, сұрау, болжалдық, күмән, нақтылау мәнін істейді. Демеуліктер сөзге, не сөйлемге істейтін мағынасына қарай 6 түрге бөлінеді. Бірінші, сұраулық демеуліктер. Ма, ме, ба, бе, па, пе, м, б, б, п. Мысалы, барасың ба, барамысың, келесің бе, келемісің, көріп пе едің, көріппісің, айтып па едің, айтыппысың. Мұнда жақшаның ішіне алынған м, б, м, б, б, п, п шылаулары кей,
де сөздердің арасына кірігіп қолданылады. Күшейткіш демеуліктер ақ, ау, ай, әсіресе да, де, та, те. Мысалы, осақ, досым ай, қарағым ау, тілек те келді. Үшінші, шектік тежеу демеуліктері. Ғана, қана, тек, мысалы, тек қана, сен ғана. Болжаулық демеуліктер мыс, міс. Мысалы, болыпты мыс, өмір сүріпті міс. Болымсыздық немесе қарсы мәнді салыстыру демеуліктері. Түгіл, тұрсын, тұрмақ. Мысалы, ол түгіл, сен тұрмақ. Нақтылау мәнді демеуліктер. Қой, ғой, д, т, т. Мысалы, сол ғой, айтқанды, көргенді.